Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Омырзаковна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының номер 7 орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 2 сыныптың 30 сабағы біз өмір сүріп жатқан ел тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы дұрыс әрекет. Сабағымыздың қасиеттері бірлік, ынтымақ, татулық. Ендеше сабағымыздың мақсаты оқушыларға туған елдің адам өміріндегі маңыздылығын ұғындыру арқылы дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. Оқушыларға отанға сүйіспеншілігін арттыру арқылы бірлік, ынтымақ туралы түсінік беру. Оқушыларды айналасындағы адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйрете отырып, ынтымақтастыққа баулу. Оқушыларды отансүйгіштікке, татулыққа, бірлікке тәрбиелеу. Ендеше балалар, 5Т ережесін бір қайталап алайық. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Осы 5 ережені сақтасақ балалар, сабағымыз жақсы өтеді. Ендеше жағымды көңіл күйге келейік. Жағымды көңіл күйге келеміз. Тыныс алуға зейін қоямыз. Сіздерден аяқ қолдарыңызды айқастырмай отыруыңызды өтінемін. Біз қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біз тынығамыз. Ауаны ішке жұту кезінде тыныштық пен қуанышты қабылдаймыз. Демді сыртқа шығарған кезде өзіміздегі мазасыздықты сыртқа шығарамыз. Кәне дайындалайық балалар. Көзімізді жұмамыз, арқамызды тіктейміз, қолдарымды тізеге қоюға болады. Тынысты ішке тартамыз, тынысты сыртқа шығарамыз. Осылай 9-10 рет жаттығу жасаймыз балалар. Жарайсыздар балалар. Ендеше сабағымыздың дәйек сөзін бір рет қайталап алайық. Одан кейін дәптерлерімізді ашып, дәптерге жазып алайық балалар. Ынтымақ түбі береке. Бұл балалар қазақ мақалы екен. Ынтымақ деген сөзді қалай түсінесіңдер? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер балалар? Ендеше балалар, мен сіздерге мұғалім сыйы ретінде біз бәріміз бірдейміз деген әңгімені оқып бергім келіп отыр. Бұл әңгімені жазған Анжелика Карабутова, қазақ тіліне аударған Рабиға Ізғұттонова. Ендеше бастаймыз. Біз бәріміз бірдейміз. Жақында біздің сыныпқа жаңа оқушы келді. Есімі Майкл. Оның ата-анасы біздің елге жұмыс бабымен көшіп келіпті. Онда тұрған не бар дерсіз? Алайда олай емес. Ол Африка тектес ресейлік. Қазақстан үшін бір түрлі естілетін шығар. Ал Семей қаласы үшін бұл жалын құс көргендей. Ол біздің сыныпқа келгенде бәрі үн-түнсіз қалды. Кейбірі оны саусағымен көрсетіп, шиқылдап күліп те алды. Ешкім онымен парталас болғысы келмеді. Тек Нұрай ғана менің жаныма отыр деді. Оның бұл шешіміне бәріміз таң қалдық. Мұның не? Деді Алмас. Ол қап-қара емес пе? Былғанасың ғой, деді. Онда тұрған ештеңе жоқ. Тек жаман ойдан ғана былғанасың, деп қарсыласты Нұрай. Онымен қалай араласамыз? Ол бізге мүлдем ұқсамайды ғой, деді Алмас қоймастан. Нұрай ойланбастан жауап берді. Біздің теріміздің түсі, шашымыздың түсі қандай екені маңызды емес.
Бастысы, біз жер ананың баласымыз, және біз бәріміз бірдейміз. Ал Майкл біздің Қазақстанға келген екен. Ол енді біздің бауырымыз. Бізбен бірге тұратындардың бәрі бізге бауыр. Бір ай өтті. Майкл аса қабілетті бала болып шықты. Сабақты жақсы оқиды, спортпен айналысады, жүгіруден бәрінен озады. Ал ең бастысы, ол нағыз дос. Теріңнің түсі емес, қандай адам болғаның маңызды екенін біздің сыныптағылар түсінді. Балалар, әңгіме ұнады ма? Ендеше мен сіздерге мынадай сұрақтар қойғым келіп отыр. Біз бәріміз бірдейміз дегенді қалай түсінесіңдер? Достық дегенді ше? Адамның бойындағы басты нәрсе не? Достық жайлы қандай мақал-мәтел білесіңдер? Досыңмен, ынтымақпен бірлікте болған істерің туралы жағдаяттарды естеріңе түсіріп көріңдерші. Осы сұрақтардың жауаптарын ойланып, ой түйеміз балалар. Ендеше шығармашылық жұмыс орындайық. Шығармашылық жұмыс бізде дәптермен жұмыс балалар. Дәптеріміздегі 66-шы беттегі номер 3-ші тапсырманы орындау керек. Ол тапсырмада бүгін қандай жақсы істердің куәсі болдыңдар? Сол жайлы дәптерге жазыңдар балалар. Сонымен сабағымыздың аяқталуына да аз қалды. Біз қазір топпен ән айтамыз. Отан әні. Өлеңін жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов. Әнін жазған Ибрагим Нүсіпбаев.